сіздер компьютерға Microsoft Teams бағдарламасын қою үшін сіздерде мынандай ссылка болу керек. Сосын пользовательдеріңіз болу керек. Жаңағы біз жібергеніміз бұларды сіздерге и парольдарыңыз болу керек. Сол осы біз жіберген ссылканы сіздер көшіріп аласыздар. Сосын оны қандай браузер бар сіздерде соған саласыздар. Браузердің ішіне қоясыздар да кіресіздер. Осының ішінде сол жағында скачать для ПК деген бар. Сіздер компьютерға көшіресіздер. И осының ішіне кірген кезде скачать Teams деген бар. Осыны басасыздар. Сол кезде сіздерде Chrome'да төмен жағында болады загрузка. Кейбір Opera және тағы да басқа браузерлерде ол оң жағында, жоғары жағында болады. Жаңағыдай загрузка, қандай материал көтересіздер, қай жерде көшіріледі, сол жерден қарайсыздар. Мынау Teams бағдарламасы сізге толығымен көшірілгенше ештеңе баспайсыздар, күтесіздер. Әркімнің өзінің интернетіне байланысты әрқалай болуы мүмкін. Біреулерде жылдам көшіреді, біреулерде осылай толығымен көшірілгенше күтесіздер. Әркімдікі компьютерінің техникалық сипаттамасы біреулерде жоғары, біреулерде төмен болуына байланысты тағы уақытты созуы мүмкін. Мына жерде мысалы үшін Chrome арқылы кіріп отырмын мен, браузер арқылы. Показать деп басасыздар. Показать папке. Папка, загрузканың папкасы ашылады сіздерге. Сосын осыны мына жерде Teams, Windows 64 деген орында кейбіреулерінде 86 либо 32 деген болуы мүмкін. Бірақ оған қарамайсыздар. Осы көшірген файлыңызды 2 рет басасыздар. Сосын осындай сіздерге терезе ашылады. Осы терезенің ішінде запустить деген кнопканы басасыздар. Запустить деген кнопканы басқанда сіздерде компьютерларыңызға жаңағы бағдарлама орнатыла бастайды. Бағдарлама орнатылған кезде рабочий столда мынандай Microsoft Teams деген ярлық пайда болады және мынандай терезе ашылады. Осы терезеге біз жіберген почтаны енгізесіздер. Өздеріңіздікін емес, біз жіберген почтаны енгізесіздер. Осы жерге, мына жерде мынау менің жеке почтам. Бұл жерде сіздерде суд деп басталады. Суд там 117 сондай болуы мүмкін. Әр адамдікі әртүрлі болады. Ал менікі, например, өзімнің почтамен кірем. Сіздердің әр почталарыңыз мынадаймен аяқталады. @apvs.kz. Ал алдыңғы жақтары әркімдікі әртүрлі болады. Суд 5 болуы мүмкін, суд 17 болуы мүмкін, суд 117 болуы мүмкін. Соны әркім өзінікін алған сол нені енгізулеріңіз қажет. Сосын ходты басасыздар. Ходты басқаннан кейін сіздерде пароль сұрайды. Введите пароль дейді. Осы жерге сіздер парольдарыңызды енгізесіздер. Мен мына жерде өз паролімді енгізем. Егер сіз дұрыс енгізбесеңіз, мына жерде сбросьте дегенді баспайсыздар. Неправильная учетная запись или пароль. Если вы не помните свой пароль, сбросьте его. Вы дальше не переходите. Осы жерде егер дұрыс енгізбесеңіздер, бірінші сіздер учеткаңызды тексеріңіздер. Немесе дұрыс енгізіңіздер. Или парольді қайтадан дұрыс енгізуге тырысыңыздар. Парольдеріңізді дұрыс енгізсеңіз және логиндарыңызды дұрыс енгізсеңіз, онда Word'тың ішінен біз лучше мына жерде жазылған сіздің парольдеріңізді көшіріп қойсаңыздар болады.
сонда жылдам енгізіледі, жаңағыдай ошибка шықпайды. Сіз енгізгеннен кейін мынандай терезе ашылады. Кейбіреулерінде былай действиеда тұруы мүмкін, немесе чатта тұруы мүмкін. Сіздерге керегі мына жерде команда деген басасыздар. Сіздерде осы команданы басқан кезде, ваши команда деген жерде сізде бірақ команда болады. Повышение деп басталады. Менде мына жерде барлығына доступ болғандықтан менде команда көп бұл жерде. Сосын повышение квалификации сіздікі мысалы үшін 8 февральда басталатын болса, соның ішін басасыз. 2 курс оқитын болсаңыз, например, сол қай курсқа қосылу қажет, соны басу керек болады. 8 февральда егер курсқа қатысуыңыз керек болса, сіздерде мынандай окошко ашылатын. Ішіне кірген кезде общийдің ішінде публикация, файлы или викиде тұрмау керек, публикация деген жерде тұру керек. Сосын сіз төмен қарай түсесіз, осы запистің ішінде публикация. Ең төмен жағында сізде осындай присоединиться деген кнопка болады. Егер де сіздің компьютеріңіздің техникалық сипаттамасы төмен болатын болса, онда немесе интернетіңіз төмен болса, онда сізде мынау кнопка шықпауы мүмкін. Егер де ондай кнопка шықпайтын болса, сізде астында Join Microsoft Teams Meeting деген мынандай ссылка болады сіздерде. Бұны координатор қояды, осындай ссылкалар қояды, или біз қоямыз, соны басып, сол арқылы кіресіздер. Өздеріңіз встреча создавать етпейсіздер. Жаңадан встреча создавать етуге болмайды, сіздердікі тек қана либо мынандай кнопканы басып кіресіздер, немесе мынау ссылка арқылы кірсеңіз болады. Екеуіне де бассаңыздар, сіздерде бір окошко ашылады мынандай. Мына жерден де осы окошко ашылады. Мысалы үшін, сол присоединиться деген кнопка арқылы кірсеңіздер, мына жерде звук деген жерге галочка қою керек болады. Камераларыңызды мына жерде қосып кірсеңіздер болады. Немесе присоединиться сейчас басасыздар, ары қарай уже сіз жаңа сабаққа өтесіздер. Немесе мына ссылканы басасыздар, то же самое. Осы бет ашылады сіздерге, осы терезе ашылады. Осы терезе то же самое. Звук на компьютере. Соны таңдайсыздар да, камераны қосасыздар и присоединиться сейчас. Сол кнопканы басасыздар, сіздер уже лекцияға өтесіздер сол кезде. Егер басқа не болатын болса, егер сіздерде бұндай учетный запись бұрын басқа жерден конференцияға бір нәрсеге қатысып, Microsoft Teams сізде орнатылған болса, онда сіздерге осы жерден оң жағында, жоғары жағында мынандай адамның сурет тұр, мындай жерде сіздердің аватар. Осындай кнопканы басқан кезде сізде мынандай терезе ашылады. Осы терезенің ішінде сіздер бұрынғы учеткадан шығуларыңыз керек болады. Өйткені мына жерде біздің учеткамен кіру керек болады. Сол себепті сіздер мына жерде выйти деп басасыздар. Выйти-ді басқан кезде сіздерде мынау Microsoft-тан шығады. Шыққаннан кейін окошко, жаңа терезе қайтадан ашылады. Басында кірген терезе. Сосын осындай терезе ашылған кезде сіздер өздеріңіздің біз жіберген логиндарыңызды енгізесіздер. Логиндарыңызды енгізесіздер. Ходты басасыздар. Мен жерде мен жаңа пароль тердім ғой, сондай пароль терген шығу керек болады сіздерге. Егер мына жерде менде қазір уже сақтаулы, ол автомат түрде жаңа конференцияның ішіне кіріп тұр. Бұның ішінде то же самое. Менде мына жерде группа көп, сол себепті қазір повышениені группасына кірсеңіздер болады. И то же самое мынаның ішінде де сондай ссылка бар, мынандай кнопка бар. Мына повышение ішінде де сондай кнопка. Әр қайсында осындай кнопка мен ссылкасы қатар жүреді. Жақсы.